бізден областное управление здравоохранениеден біздің әкімнен де бізге көп көмек болды. Неге десе осында үлкен бізге қазіргі керек нәрсе компьютерный томограф қойылды бізге. Бір жарты жылдың ішінде ол керек бізге, если заболеваниялар көп қойынды. Жүректен заболевание, өкпеден, травма, жарақат көп алады. Бізде білесіз ғой, біз международный трассада тұрмыз. Өте көп бізде травма болады. Одыр әкелгенді бәрі бірақ саламыз мына жерге. Мына компьютерный томографтан басқа тағы бір 4 оборудование бар. Тоже қажет, керек нәрселер. Именно бізге скрининг бар. Скрининг деген білесіз ғой, ондай нәрсе. Болезнь системы кровообращения, неге десе, особенно еркек кісілерге қазір көп. 50-ден 60-тан кеткен кісілерге бәріне холтер керек. Холтер деген оборудование алдық. Содан кейін қанша көп жыл болды, бізде, наверное, білмеймін, до меня 20 жылдай болып қалды. Стоматология установка вообще жаман болып қалған нәрсе. Оған былтыр областное управление здравоохранения экономленный средств бізге жаңадан бір үлкен стоматологическая установка алып келді. Ол ана жанында бір корпус бар, соны сізге көрсетем тоже. Оған да население риза болып жатыр, неге десең үлкен нормальный бір стоматологическая установка келді,